Айтпаш 75 минут бір кабинетке отырасың. Сол үшін мәссаған ол бір жыл емес 4 жыл осындай болып жүреміз. Вот 4 жыл құрбысыздар ақша тауып, сразу кіріп келсе қалай болады екен өзі бірден хотя бы практикаға үйретсек енді. Айтпай, жігітті жайлап жаса береміз ба? Тағы сендер ма кешігіп жүрген? Қайда алмаймын, точно. Мәржан, соңғы жаңалықтарды естідің ба? Қандай? Калифорниядағы зерттеушілер ми импланты арқылы адам мен жасанды езелек арасында байланыс орнатқан. Яғни пациенттер Не айтып не болды сендер? Өмірі осы болмайтын нәрселер айтасыңдар, қайдан жаңалық? Бұл сендер біздің жаңалықтың болсаңдаршы, бізде жаңа рекорд бар. Қандай рекорд? Біз бақандай 8 минутқа кешіктік қой. Ол біздің ерте келгеніміз досым, айтшы. ең ерте келгеніміз ғой, сабаққа бірінші мәрте 8-ақ минутта. Бақанда, әшейін 8-ақ минутта келгеніміз. 8 минут. Білесіңдер ме, сендер ұйықтап жатқанда әлемде бір жаңалық ашылып жатады. Сен алмыз қандай? Жақсы бол. Свет жағып беріңдерші. Свет жақшы. Осы сендер жарықтың қалай пайда болғанын білесіңдер ма? Тоқпен кеп тұр ғой осыны, тоқпен кеп тұр. Тоқтаған нәрсе ғой. Қазір мен сіздерге жарықтың қалай пайда болғанын айтып беремін. Ерте заманда адамдар жарықты тек оттан алатын шырақ, алау, шам. Сол кездегі адамның түнгі өмірін жарықтандыратын жалғыз құрал болды. Бірақ олар қауіпті еді. Түтін көп шығаратын, өрт қаупі жоғары болатын. Адамзатқа қауіпсіз, ұзақ жанатын, әрі жарығы мол тәсіл керек болды. Сөйтіп 19 ғасырда ғалымдар электр қуатын зерттей бастады. 1802 жылы ағылшын ғалымы Гемфри Дэви алғашқы электр жарығын жасап көрді. Ол платина сымынан электр тоғын өткізіп жарық шығарған. Бұл тарихтағы ең алғашқы электр шамының нұсқасы болды. Бірақ бір мәселе болды, шам өте тез жанып кететін. Одан кейін көптеген зерттеушілер бұл мәселені дамытты. Ағылшын ғалымы Джозеф Сван, орыс академигі Александр Ладыгин барлығы жарық шамын жетілдіруге үлес қосты. Бірақ жарық ұзақ жану үшін ең тиімді материал табу керек болды. 1879 жылы американдық өнертапқыш Томас Эдисон осы мәселені шешті. Ол мыңдаған тәжірибе жасап, ең соңында төзімді нұсқаны тапты, яғни вакуум ішіндегі көмір талшығы. Осы сәттен бастап бізде жаңа дәуір қалыптасты. Электр жарығының дәуірі. Қалалар түнде жарыққа боялды, зауыттар тоқтаусыз жұмыс істей бастады. Бір көрінгенмен жай ғана бір батырманы басамыз, алайда бұл батырманың артында бізде қаншама ғалымдардың білімі, тәжірибесі жатыр. Маған біраз назарасай. Вообще, мен қалай үймен арқылы жарықтауға болады? Электр қуатын қалай алуға болады? Вообще түсінбедім. Әшейін жай ғана фрукты емес па? Жеміс. Жоқ, ол шынымен де мүмкін зат. Мен оны келесі видеоларда дәлелдеймін. Сәлем, мен бүгін лимоннан қалай қуат алу керектігін түсіндіремін. Жалпы лимоннан қуат алу бұл химия мен физика салаларының бірлескен тәжірибесі деп аталады. Және оны біз электрохимиялық реакция деп атаймыз. Біз лимонның жағына екі металды қадаймыз. Біріншісі мырыш, екіншісі мыс. Яғни бұл жерде мырыш электрондарды оңай берсе, мыс оны қабылдап алады. Бұл жерде мырыш тотығу процесіне ұшырайды, ал мыс оны тотықсыздандырады. Міне осы кезде электрон ағыны жүреді, яғни электрлік ток. Бұл жерде біз шамның жанып, энергияның алмасуын сезе аламыз. Бірақ бұл жерде ол энергия ешкім шығып жатқан жоқ. Бұл химиялық элементтердің электр энергиясына айналуы. Бұл жерде біз химия мен физика пәндерінің тоғысуын көре аламыз. Лимон қышқылы электролит, ал мырыш электрон беруші, мыс оны қабылдаушы. Осы үшеуі зат алмасқан кезде, үшеуінің арқасында біз химиялық реакцияның электр тоғына айналғанын көре аламыз. Осындай тәжірибе бізде энергияның сақталуына және де электрохимиялық тізбектің бөлінісін көрсете алады. Және де біз осындай қарапайым тәжірибе арқылы ғылымның ең керемет көрінісін көре алдық деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.
сен гравитация күшін білесің бе? Ньютонның басына түскен алма сияқты ма? Иә, әрине. Мен қазір онда осыны түсіндіріп өтейін. Мысалы, жер бізді өзіне тартып тұрады. Сол себепті біз аспанға ұшып кетпей жерде жүреміз. Мысалы, біз кез келген затты қолымыздан жерге тастайтын болсақ, ол жерге түседі. Ол да бір тартылыс күшінің заңы деп есептейміз. Бұл яғни жердің ғана тартылыс күші емес, кез келген заттың тартылыс күші бар. Менің де, сенің де жанар жерге құлаған сағасында тартылыс күші бар дегендей. Мысалы, ай жерді тартады, ал басқа планеталар мен жерді күн өзіне тартады. Сол себепті олар өз орбитасынан шығып кетпей күнді айналып жүреді. Бұл құбылысты алғаш Исаак Ньютон 17-ші ғасырда өз жұмыстарында көрсеткен. Аңызларға сенетін болсақ, ол алма ағашының астында жатып, алма жерге неге құлайды деп сұрақ қойған. Сол арқылы өз тәжірибелерін жасап, сол арқылы тартылыс күшін түсіндіріп, заңын анықтаған. Кейінірек Альберт Эйнштейн тартылыс күшінің жаңа деңгейде түсіндірді, яғни ол кеңістіктің иілуі арқылы түсіндірді. Мысалы, күн өз аймағында кеңістікті иілтіп, солай өзінің жанындағы планеталарды өзінің орбитасына, яғни оның тартылыс күші басқа планеталардан әлде қандай көп болғандықтан, ол кеңістікті соншалықты әлде қандай қылып толықтай иілтіреді. Тартылыс күші бұл бүкіл әлемді ұстап тұрған көрінбейтін жіп секілді. Яғни ол болмайтын болса, ғаламда бір-бірінен ажырап, хаос орнайтын еді. Шынымен де қызық та білім. Осы білім қайдан пайда болды екен? Ежелгі өркениет дәуірінде білім ең алдымен жазуды үйрену мен діни мемлекеттік істерге қызмет ету үшін қажет болды. Осылайша хатшылар, мектептер, иероглиф жазуды үйрену мектептері ашыла бастады. Қайта өрлеу мен баспа өндірісі білімді жаппай таратты. Иоганн Гутенбергтің шамамен 1950 жылдардағы баспа самогын ойлап табуы кітапты арзандатып оқу жазудың одан әрі кеңейтті. 20-ші ғасырға білім құқық деңгейі көтерілді. ЮНЕСКО 1945-46 жылдары құрылды. Адам құқықтары жалпыға ортақ декларацияның 26-ші бап бойынша адамзаттың барлығымен біліммен сабақ оқуды негізге алды. Ғасырда білім әлемді салыстырмалы бағалау мен цифрлық платформалар арқылы жаңа кезеңге өтті. 2020 жылдан бері жасанды интеллект, оқу, жеке білім беру құрылуда еніп, бір жағынан мүмкіндіктер кеңесі, екінші жағынан академиялық адалдық пен бағалық әдістері қайта қарастырылып талап етіп отыр. Қорытындылай айтқанда, білім эволюциясы таңдауларға арналған хатшылықтан басталып, барлық адамдар құқық ретінде мойындалуға, одан әрі сандық және жасанды интеллект пен жекелеген оқытуға дейінгі ұзақ жол болып табылады. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақүй бола алмайды, һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу шыласа да, тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене деп, ол неге бүйтеді? Бұл неге бүйтеді деп көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күліге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік,
мақтанша, еріншек бекер мал шашпа, бес дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асылыз көнсеңіз. Бұрын мен ғылымды тек кітаптағы формулалар мен зертханалардағы тәжірибелер деп ойлайтынмын. Бірақ әлемдік жаңалықтарды көріп, менің көз қарасым түбегейлі өзгерді. Бүгінде адам баласы ғарышқа ұшып қана қоймай, сол ғарышта өмір сүруге арналған үйлер салып жатыр. Жердің орбитасында болашақ қалалар жобаланып, адамзат жаңа өмір сатысына қадам басты. Мен үшін білім тек ақпарат емес. Білім адамның өз өмірін басқару құралы. Қазір біз ақпарат ғасыры деп аталатын заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ бәрінің басында ізденіс, зерттеу, еңбек жатыр. Мен жаңалықтарды көрген сайын таң қалам. Адам баласы шөл далада өсімдік өсіріп, су астында энергия өндіріп, жасанды интеллект жасап жатыр. Бірақ бұл жетістік тек компьютердің еңбегі емес. Ол адамның ақылы мен сенімінің жеңісі. Адамзат неге сонша ізденеді? Неге тоқтамайды? Себебі іздену табиғатымызда бар қасиет. Білім мен ғылым сол ізденістің бейнесі. Бұрын адамда компьютерді, интернет деп болған жоқ, бірақ олар аспанды зерттеп, жұлдыз санады. Қазір бізде бәрі бар, бірақ ең керегі сенім мен рух. Ғылым адамды таң қалдырады, бірақ білім ғана биіктетеді. Білім жол, ғылым сол жолдағы жарық. Абай атамыз айтқандай, ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Назарларыңызға рахмет.